Дәл осындай тіл үйретін қытырлақ картошка фриді үй жағдайында жасаймыз. Дәл осындай ерекше рецептпен жасалған ас мәзелерін көргіңіз келсе, подписация бөлімін басып тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ал енді картошкамыздың барлығын жақсылап турап аламыз. Жіңішкелеп турап, 5 мм қалыңдықта барлығын бір келке етіп турап аламыз. Міне барлық картошканы турап алдық, 5 мм қалыңдықта, барлығы бір келкі. Енді қазанға су құйып, 3 шай қасық тұз, сосын 1 шай қасық крахмал мұздай сумен араластырып қайнатып аламыз. Қайнап тұрған қазандағы суға картошкаларды салып, қайнағанша күтеміз. Міне бір қайнап шықты, енді картошкаларды сүзіп аламыз. Одан көп қайнатуға болмайды. Картошканы сүзіп алып, мұздай суға саламыз. Картошкамыз 3-4 минуттай мұздай суда тұрды. Енді оны марлыға барлығын жайып шығамыз. Суын құрғатып аламыз барлығын. Картошкалардың барлығын бір тегіс етіп жайып, су ысырғанша күтеміз. Салфеткамен сүртіп алсаңыздар да болады. Картошкамыз құрғады. Енді 2 ас қасық ұн қосып, барлығын араластырамыз. Міне картошкамыз құрғақ, онымен жақсылап араластырып. Енді майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майға картошкаларды біртіндеп салып, қуырып аламыз. Бір 20-25 минуттай қуырамыз. Сол кезде картошкалардың барлығы бір келкі қызарып, әдемі болып піседі. Міне картошкалар 20 минуттай қуырылды. Барлығы бір келкі қызарып шықты. Енді жақсылап сүзіп аламыз. Ыстық дайын болған фриға ыстықтай тұз себеміз. Сонда дәмі жақсы сіңеді. Ерекше дәмді қытырлақ картошка фриіміз дайын болды. Енді түрлі соустармен жесеңіздер болады. Мен кетчуппен үйдегілерге ұсындым. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.